бізге жауап мынау аралықтары керек деген сөз. Біз жауап жазған кезде міндетті түрде сағат тіліне қарсы жазамыз. Сағат бізде оңға қарай айналса, біз жауапты аламыз оң жақтан солға қарай былай жазамыз жауап. Сонда арк синус а қосамыз. Bu жақта период 2 пика міндетті түрде 2 пикадан пи азайтылған арк синус а қосылу 2 пика түрінде жазылады. Жауап осы. Вот, мына жақта да көрсетілген жауап. Мына жауаппен көрсетіледі. Оған мысал ретінде мысалға синус x үлкен мысалға болсын тубырасты 2 бөлінген 2 деп қарастырайық. Мынандай мысал. Так, бізде мынауымыз тубырасы 2 бөлінген 2-міз, бізде минус 1 мен 1-дің арасында жатыр, бірлік шеңберде сызамыз. Так, примерно мына жеріміз тубырасы 2 бөлінген 2. Екі жағын қосатын болсақ, мына 2 нүкте. Мынауымыз арк синус тубырасы 2 бөлінген 2, ал мына жағымыз арк синус тубырасы 2 бөлінген 2. Мына жақта пидан азайтып жазамыз. Арк синус тубырасы 2 бөлінген 2 неге тең? Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4. Сонда мына жақ пи азайтамыз пи бөлінген 4-ті. Сонда азайтсақ 3 пи бөлінген 4-ке тең деген сөз. Енді бізде үлкен үстіңгі жағы керек. Сағат тіліне қарсы айтамыз, мына жақтан былай қарай айтамыз. Сонда x тиісті болады. Кіші мәні бізде пи бөлінген 4-тен қосамыз период 2 пика и болады 3 пи бөлінген 4 қосылған 2 пика болады жауап. Мына кез түсінікті ма? Мына слайд бойынша сұрақтар бар ма? Жоқ. Хорошо, келесі көшеміз. Енді бұл жағдайда синус x кіші бір а деген саннан. Жаңағыдай 3 жағдайды қарастырып кетеміз. Бірінші а 1-ден үлкен болсын. Ол қалай? Мысалға синус x кіші а-мыз 1-ден үлкен, а-мыз мысалға 3 болсын. 1-ден үлкен. Бізде синустың мәні минус 1 мен 1-дің арасында орналасады деп айттым ғой. Значит, минус 1 мен 1-дің арасында сан кез келген сан 3-тен кіші. Сондықтан бұл жақта x тиісті болады, r сразу. Ал үшінші жағдай, а-мыз минус 1-ден кіші болса. Мысалға, синус x кіші, минус 1-ден кіші болсын момент, минус 4. Енді синус жаңағыдай минус 1 мен 1-дің арасында орналасады деп айттық қой. Ол минус 4-тен кіші бола ала ма? Боламайды. Сондықтан бұл егер бос жиын болады деген сөз. Ал енді екінші жағдайда, мына жағдайды қарастырамыз қазір. Минус 1 мен 1-дің арасынан шықса, y бойынан қарастырамыз, y бойынан бір а деген нүктені аламыз. Екі жаққа сызамыз бағанағыдай. Сонда мына жағымыз арк синус а, ал мынау пи азайтамыз арк синус а деген сөз. Енді момент ескереміз, кіші жағы деп тұр, кіші жағы деген сөз астының жағы астыға қарай түседі. Мына жағы деген сөз. Біз сағат тіліне қарсы айтамыз, мына жақтан былай қарай айтамыз. Сонда бізде есептейтін болсақ, мына жағымыз мысалы 30 градус болса, мына жағымыз 150 градус болып тұр, дұрыс па? Соқтығыз үлкеннен кішіге қарай айтамаймыз. Міндетті түрде аралық жазғанда кішіден үлкен қарай айтамыз. Енді осы моментте кіші жағдай болғандықтан біз мынаны кері қарай өзгерту керекпіз. Мынаны минус градусы. Сондықтан біз алдында минус қоямыз. Минус п азайтамыз арк синус а қосамыз 2 пика. И мына жақтағы мәні арк синус а қосамыз 2 пика болады. Түсінікті ма? Жоқ. Мысал ретінде, синус x кіші болсын, кіші немесе тең болсын, мысалға 2-ден 1 болсын. Так, аралыққа саламыз. 2-ден 1 деген жүктен алайық. Арк синус 2-ден 1 нешеге тең? Пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6. Мына жақ пи азайтамыз, пи бөлінген 6. Мына 1-ден азайтып тастамаймыз. Бізде кіші болғандықтан мына алды минус қоямыз. Сонда мына жағымыз ортақ бөлінбесек, минус 7 пи бөлінген 6 болады ғой. И бізге астыңғы жағы керек. И сағат тіліне қарсы айтамыз, былайын айтамыз. Сонда жауап жазған кезде минус 7 пи бөлінген 6 қосамыз 2 пика. И мына пи бөлінген 6 қосамыз 2 пика болады. Ұмытпаймыз, бізде теңі болғандықтан мына тігір ақша қойылады. Түсінікті ма? Ары қарай. Мына мысал келтірілген. Так, синус x бөлінген 2 үлкен немесе тең 2-ден 1-ден. 2-ден 1 деген нүктені табайық. Мына нүктені 2-ден 1 деп қарастырайық. Сонда арк синус 2-ден 1-іміз бізде пи бөлінген 6. Ал мына жағымыз пи азайтамыз пи бөлінген 6.
Енді мына үлкен болып тұрғандықтан алдына ештеңе қоймаймыз, осылай тұра береді. Үлкен деген бізде синуста үстіңгі жағы, дұрыс па? Бұлай ғой. Сонда жауап былайдан жазылу керек. Так, пи бөлінген 6 қосамыз 2 пи каны. И ұмытпаймыз, мына жақта бізде аргументінде x бөлінген 2. Сондықтан мына жаққа x бөлінген 2 жазамыз ортаға. И мына жақта пидан пи бөлінген 6-ны азайтатын болсақ, ортақ бөлініп берсек 5 пи бөлінген 6 қосамыз 2 пи к деген сөз. Енді мына x-ның астына 2-ден құтылу үшін не істейміз? Барлығын 2-ге бөліп пи бөлінген 6 көбейтілген 2 қосамыз 2 көбейту 2 пи к. Мына жақта сөйтеміз. 5 пи бөлінген 6 көбейтілген 2 қосамыз 2 көбейтілген 2 пи к. Қысқартамыз, мына жақта 3 қалады, сонда пи бөлінген 3 қосамыз 4 пи к. Үлкен немесе тең x-тан, кіші немесе тең, мына жақта қысқартайық 3 қалады. Сонда 5 пи бөлінген 3 қосамыз 4 пи к-ға. Жауап міне. Түсінікті ма? Жоқ. Ары қарай, онда. Енді косинусқа тоқталамыз. Косинусты үлкен жағдай бірінші. Косинус x үлкен a-дан. Так, бағанағыдай соң 3 жағдай бөліп қарастырайық. Егер a-мыз -1-ден кіші болатын болса, мысалға косинус x үлкен a -1-ден кіші, мысалға -2. Если -1 жарым болсын. Енді косинусты мәні тоже -1 мен 1-ның арасында шығады, біз білеміз. Енді -1 мен 1-ның арасында са, 1 жарымнан үлкен ғой, -1 жарымнан. Значит, бұл жақта x тиісті болады, әр. X тиісті болады. Кез келген санды қоя береміз деген сөз. Ал егер a-мыз 1-ден үлкен болып кететін болса, мысалға косинус x үлкен 1-ден үлкен болса, мысалға 2 жарым. Косинус x үлкен 2 жарымнан бола алмайды. Неге? Өйткені косинус мәні -1 мен 1-ның арасында ғана шығады. Сондықтан бұл кезде бос жиын болады деген сөз. Номометр ескеру керек. И потом үшінші жағдай, екеуінің арасында жатса. Оны косинуста біз x-ның майынан қарастырамыз. X-ның майынан бір a деген нүктені аламыз. Параллельно жүргізсек, мына екі нүкте өзі шешім болып табылады. Мынауымыз арк косинус a, мынауымыз минус арк косинус a болады деген сөз. Енді үлкен жағы, x-ның үлкен жағында біз бедер жағын аламыз, оң жағын аламыз деген сөз. Сонда сағат тіліне қарсы айтамыз, сағат тілінен бұлай жауапқа жазамыз. Сонда минус арк косинус a қосылған 2 пи к-дан арк косинус a қосылған 2 пи к-да жауапты жазамыз. Вот мына жақта көрсетіп тұр. Түсінікті ма? Иә. Мысалға келтірейік. Так, косинус x үлкен болады, мысалға -2-ден бір деп қарастырайықшы. Так, Саламатсыз ағай, қалайсыз, амансыз ба? Сәлем, жақсы, аман есен, өзің қалайсың? Мына жақта -2-ден бір. -2-ден бір астыңғы жағы, ой. Біз x-ның майынан қарастырдық екен, сол 2-ні қарап қойдым. X-ның майы мынау, -2-ден бір. Мына 2 нүкте бізде шешімі. Так, сонда арк косинус -2-ден бір. Алдына жақ минус арк косинус -2-ден бір. Арк косинус -2-ден бір неге тең? Минус болғанда біз алда минус шығар жері пи-ден азайтылған. Арк косинус 2-ден бір болады. Сонда пидан арк косинус 2-ден бір неге тең? Пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3-ке тең. Ортақ бөлініп бердік, сонда 2 пи бөлінген 3-ке тең деген сөз. Мына жақта так минус болып тұра береді. Мына жақта пи азайтамыз. Арк косинус мәні бар мына жақта. 2 пи бөлінген. Немесе сразу мынаның минусын ала саламыз. Минус 2 пи бөлінген 3-ке тең деген сөз. Сонда бізге үлкен болғандықтан бізге мына жағы керек. Дұрыс па? Сағат тіліне қарсы айтамыз. Мына жақтан бастап бұларға қарай жауап айтамыз. Сонда біздің төменгі жағы -2 пи бөлінген 3, минус 2 пи бөлінген 3, қосамыз 2 пи к. Так, ал екінші жағы 2 пи бөлінген 3, қосамыз 2 пи к. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Енді косинус x кіші бір a деген саннан. То жаңағы үш жағдайды қарастырамыз. Егер a бізде 1-ден үлкен болып кететін болса, онда x тиісті r. Ол қалай?
мысалға косинус x кіші 1-ден үлкен болса, мысалға 1/1, 1/1. Сонда x мәні бізде -1 мен 1-дің арасында шығады. Бұның арасында кез келген сайын 1/1-ден кіші ғой, 1/1-ден. Сондықтан x тиісті r болады деген сөз. Үшінші жағдайында a-мыз егер -1-ден кіші болатын болса, мысалға косинус x кіші мысалға -2. Косинустың мәні біз бай білеміз, -1 мен 1-дің арасында шығады. Ол екеуінің арасындағы мән -2-ден үлкен бола алмайды ғой, кіші бола алмайды ғой. Сондықтан бұл жақта бос шиын болады деген сөз. Ал енді жаңағыдай екінші мәні, мына нүктені a деп қарастырамыз. Сонда мына екі нүкте минус арк косинус мынау. Ал мынау арк косинус. Енді кіші деген жақ бізге мына жағы керек деген сөз. Былай айтамыз. Енді сағат тіліне қарсы болғандықтан біз бұны былай айтамыз жауапты. Сонда мынандай момент болып тұр. Енді қалай мына астыңғыстан үлкеннен минус градусқа келе алмайды ғой бізде. Дұрыс па? Мына үстіндегі мысалы 30 градус болса, астын -30 градус болып тұр. Енді плюстамыз минусқа келе алмаймыз ғой. Сондықтан біз мынаны алдына аламыз. 2 енді 360-тан 30 градус азайтып жазамыз. Сонда мына жақтағы мәні 330 градус болады деген сөз. Сонда алдына 2π қоса жібереміз. Сонда жауап жазған кезде арк косинус a-дан қосамыз 2π-ға дейін и 362π азайтамыз арк косинус a қосылған 2π деп. Олай жауап жазамыз. Мына кез түсінікті ма? Иә. Аха. Так, мысал ретінде косинус x так кіші болсын, мысалға қанша дейік? Тубырасты 3/2 дейік. Так, бірлік шеңбер бойынша сызамыз. Мынауымыз бізде тубырасты 3/2. Так, мынауымыз арк косинус тубырасты 3/2. Мына нүктеміз минус арк косинус тубырасты 3/2. Арк косинус тубырасты 3/2 неше градус? Қанша? π/6 кіші бізде астыңғы жағы керек. Мына жағы керек. Сағат тіліне қарсы айтамыз. Сонда үлкеннен минус градусқа келе алмаймыз. Сондықтан біз π/6 қосылған 2π-дан мынаның алдына 2π-ді азайтып жазамыз. Сонда бізде 2π-дан азайтамыз π/6 қосылған 2π-ға. Енді ортақ бір шешім жазамыз. Слайгадан ақшамдап 2π-дан π/6 азайтсақ, ортақ бөлім береміз. Сонда 12π, 12π-дан π-ді азайтсақ 11π/6 қосамыз 2π-ға болады. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Теңсіздікті Менде сұрақ осы x тәуелді r ол сонда әр сан әлде -1-ден 1-ге дейін сан? Кез келген сан. -x'тен +x'ке дейін. Ары қарай. Так, косинус x кіші 2-ден 1. 2-ден 1 x мойнына алайық. 2-ден 1 осыдан кіші дейді. Арк косинус 2-ден 1 неге тең? 60 градус, е? -60 градус. π/3 немесе. Осыдан кіші, мына жағы керек дейді. Сонда мына жақтан былай қарай айтамыз. Сонда -60 градусымыз бізде 360-тан азайтамыз. Сонда бізде 300 градус болу керек. Немесе 2π-дан азайтамыз π/3-ті. Сонда бізде болады. Так, 5π/3 алынауымыз π/3 болады. Сонда жауап жазған кезде мына өтіп болады. π/3 қоса 2π-дан 5π/3-ке дейін. Өйткені екі жақта аргументіне x-ның өзі ғана. Ал синуста бізде бағана x/2 болған. Түсінікті, иә? Ары қарай. Тангенс пен котангенс easy. Оны просто білу керек. Екі жағдай бар. Былай болады, не былай болады. Так, тангенстің графигін елестетесің болсақ, бұл жақтан графикін көрсетемін. Сендерге бірлік шеңбермен емес. Так, тангенс бізде -π/2 мен π/2-ның арасында орналасады. Бұл екеуі бізде граница, өткен тангенс 90 градуста мәні жоқ қой. Осы екеуінің арасында бізде орналасады тангенстің графигі. Так, y мойнынан бір a деген кез келген нүктені аламыз. Мына қиылысқан жері, мына градус бізде арк тангенс a болып табылады. Енді a-дан үлкен дейді. a-дан үлкен жағы үстіңгі жағы емес па? От қараңдар.
мынау а деген мән болып тұр. Адан үлкен жағы мына жаққа қарай кетпей ме, бұлға қарай. Ал оның көлеңкесі бойынша, бұрыш бойынша қай жерде орналасады? Мына екеуінің арасында орналасады. Арктангенс адан, вот арктангенс а қосылған пикасы и 90 градустан келіп тіреледі. Вот границаға келіп тіреледі. Мына градустан бастайды и границаға келіп тіреледі дейміз. Түсінікті ма? Ал енді кіші жағы болса, тура болса бірікшен графиканы сыза берейік. Кіші жағында бізде минус пи бөлінген 2 мен тоже пи бөлінген 2-ның арасында орналасады тангенс. Бұл екеуі бізде как граница, бұдан асып кете алмайды тангенстің мәндері. Енді егердің бойына бір а деген нүктені аламыз. Мынауымыз былай қарасақ арктангенс а. Енді кіші жағы деп тұр. Кіші деген астыға қарай емес па? Дұрыс па? Адан кіші мәнді астың жағында орналасқан былай қарай. Енді бұл қай аралықта орналасқан? Мына жерден бастап мына границаға орналасқан. Сонда вот минус пи бөлінген 2 мына границадан басталады и мына градусқа дейін арктангенс а қосып пикаға дейін келіп орналасады. Жауап. Түсінікті ма? Иә. Так, мысалға, тангенс x үлкен 2-ден. Графин елестетесін болсақ, мына жағымыз минус пи бөлінген 2, мынауымыз пи бөлінген 2. Егердің бойына бір 2 деген нүктені аламыз, и біздің графиміз былайына орналасады. Так, былай келіп, мына жерге тірелді, мынау былайына келеді мына жерге. Мынауымыз сонда арктангенс 2, дұрыс па? Енді үлкен деп тұр. Үлкен деген үстіңгі жағымыз ба? Вот 2-нен үлкен жағы мына жақтар. Бұл қай градуста орналасқан? Мына 2 градустың арасында орналасқан аралықта. Жауап пи бұрыш бойынша. Сонда арктангенс 2 қосу 2 емес, просто пика ана жер и пи бөлінген 2 плюс пика ана. Жауап мына болып табылады. Түсінікті? Арктангенс 2-ның бізде мәні жоқ, сондықтан арктангенс 2 болып қала береді. Ары қарай. Катангенс. Катангенсті тоже графиканы көрсетейін. Так, бізде катангенсдің графигі 0 мен пидің 180 градустың арасында орналасады. Бізде тангенсті бізде 90 градустың мәні жоқ па? Ал тангенсті мәні 0 мен 180 градустың мәні жоқ. Сондықтан бұл еще кеңмейлі функция төмен қарай орналасады. Тангенс бізде жоғары қарай орналасса, бұл төмен қарай орналасады. Егердің бойына бір а деген нүктені аламыз. Графикпен қиылысқан жері мына бұрышымыз катангенс а болады деген сөз. Енді үлкен деп тұр. Үлкен деген мына жағы емес па міне? Дұрыс па? Үстіңгі жағы. Бұл астында орналасады мына 2 бөліктің арасы. Сонда мына жақта 0 қосамыз пика. Сразу 0-ді жазбайды, сонда пикадан, мына границадан, 0 деген границадан бастайды пика периодымен и арктангенс а плюс пикаға дейін келіп орналасады. Так, астыңғысы, енді кіші жағдайы, тоже осы графиканы көрсетейін сендерге. Мынауымыз 0 и пида бізде граница бар. Тамағы төмен қарай да былай орналасады. Мына бойына бір а деген нүктені аламыз. И мынауымыз аркатангенс. Так, енді мынандай маңы. Кіші деп тұр. Кіші деген астыңғы жағы графиканы төмен қарай кетеді, дұрыс па? Сол қай аралықта орналасқан? Мынау аркатангенсадан мына границаға келіп орналасады. Вот. Аркатангенс а қосу пикадан граница пи плюс пикаға дейін. Граница пиға дейін келеді, и периоды пиканы қосамыз. Сонда жауап мына түрде орналасады былайына. Түсінікті? Иә. Мысалға тоқталайық. Катангенс x минус пи бөлінген 3-тен үлкен. Так, графикте былайына орналасады. Мынау 0. Мынауымыз пиға дейін. Так, график былайынан кейін орналасады. Минус тубрасы 3, 0-дің астында, иә? Минус тубрасы 3. И мынау. Так, арктангенс минус тубрасы 3 қай градус? Мына градус бет қойып, минус арктангенс минус тубрасы 3. Так, сонда бізде былай шығарып алайық. Арктангенс минус тубрасы 3. Арктангенсті минус болса, арктангенс тубрасы 3 еді ғой.
Енді арка тангенс түбірасы ішіне кетең. Тангенс қайындай градуса түбірасы ішке кетең. Пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6, иә? Сонда пидан пи бөлінген 6-ны азайтатын болсақ, бізде 5 пи бөлінген 6 болады. Дұрыс қой? Сонда мына градустың мәні 5 пи бөлінген 6. Так, енді қарасақ, бізде үлкен депті. Үлкен деген үстіңгі жағы емес, мынау емес па? Иә? Енді бұл қай аралықта орналасқан? 0 мен мына екі интервалдың арасында орналасқан. Так, 0 қосылған пика, бірінші граница 0 қосу пика болады былай, бірақ 0-ге пиканы қосақ, пиканы өз шыққандықтан мынау пика орналасады, и арка тангенс түбірасы өш қосу пика. Енді арка тангенс түбірасы 5 пи бөлінген 6 екен таптық, сонда 0 ден пи бөлінген 6 қосылған пика қайын деп орналасады жауабымыз. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Так, енді мысалдарға тоқталып кетейік есептерге. 2 синус x қосу түбірасы 2 үлкен немесе тең 0-ден. Яғни 2-ні түбірасы 2 былай қарай өткіземіз. Бірінші 2 синус x үлкен немесе тең минус түбірасы 2-ден. Потом мына 2-ге бөліп тастаймыз. Синус x үлкен немесе тең минус түбірасы 2 бөлінген 2. Так, ары қарай тригонометрияның бірлік шеңбері бойынша шығарамыз. Синуста минус мына жақта минус түбірасы 2 бөлінген 2. Так, мына екі шейдің мәнін табамыз. Бірінші минус мына жақта мән ғой. Так, арк синус минус түбірасы 2 бөлінген 2. Ал мына жақ пи азайтамыз. Арк синус минус түбірасы 2 бөлінген 2. Так, арк синус минус түбірасы 2 бөлінген 2 неше градус? Арк синуста минус болса минус алда шығып кетеді. Сонда арк синус түбірасы 2 бөлінген 2, ол бізде пи бөлінген 4 кетеді. Сонда минус пи бөлінген 4. Мынаны орнына келіп қоямыз. Пи азайтамыз минус пи бөлінген 4-ті. Мына 2 минус плюс болып кетеді. Сонда ортақ бөлім береміз, 5 пи бөлінген 4 болады. Енді үлкен деп тұр. Үлкен деген ас сызықтың үсті. Сағат тіліне қарсы айтамыз. Мына жақтан былай қарай былай саламыз. Сонда минус пи бөлінген 4-тен 5 пи бөлінген 4-ке дейін. Минус пи бөлінген 4. Қосамыз 2 пи к. Мына жақта 5 пи бөлінген 4 қосылған 2 пи к. Так, теңі бар, сондықтан тік жақша қойылады бұлерге. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Так, мынандай кездері. Мына алдында тұрған 2-ге бөліп тастайық. Сонда косинус 2x қосамыз пи бөлінген 3 үлкен немесе тең 2-ден 1-ден. Так, мына аргументті тұра беріп, жақшаншын тиіспейміз. Бірінші сыртына есептеп алайық. Косинус 2-ден 1, косинусты x-тің бойынан қарастырамыз, 2-ден 1 былайдан кетеді. Сонда біз мынау арк косинус 2-ден 1, мынау минус арк косинус 2-ден 1. Арк косинус 2-ден 1 бізде пи бөлінген 3-те тең. Ал мынау минус пи бөлінген 3. Үлкен деп тұр. Үлкен деген 10 шамалы екен. Сонда сағат тіліне қарасамыз, астынан жоғарғы көтеріп жазамыз. Сонда ұмытпаймыз, аргументтің ортасына тұрады, 2 пи қосылған пи бөлінген 3. Теңгі болғандықтан бояймыз. Сонда жақтан минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи к. Ал мына жағын пи бөлінген 3 қосылған 2 пи к. Енді ары қарай не істеймін? Мына пи бөлінген 3-ті екі жаққа да азайтып апарам, минусқа апарам. Өйткені алды плюс еді ғой. Минус пи бөлінген 3, азайтам пи бөлінген 3 қосылған 2 пи к. Үлкен немесе тең 2x. Енді жақта пи бөлінген 3, азайтамыз келген пи бөлінген 3 қосылған 2 пи к-ны. Так, сонда пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 3-ті азайтасын болсам екеуінен минус 2 пи бөлінген 3 болады. Мына жақта 2 пи к болады. Мына x енді жақта пи бөлінген 3-пен екені 0 болып кетеді, сондықтан жақта 2 пи к болады жауап. Енді мына жақта 2x қой. X-ның алдында 2 болғандықтан біз оны екі жағында 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда 2 пи бөлінген 3 көбейтілген 2-ден 1, қол көбейтеміз 2-ден 1, 2 пи к, мына жақта x, мына жақта 2 пи к бөлінген 2. Так, сонда қысарып кетіп жауап жазасын болсақ, мына қысарып кетеді, сонда минус пи бөлінген 3 қосамыз, мына 2 мен 2 қысарып кетеді. Пи к, x мына жақта
пика болады. Сонда біздің жауабымыз тік жақта минус пи бөлінген 3 қосылған пика и пикаға дейін. Түсінікті ма? иә, Аха. Ары қарай функцияны анықтау болысын табыңдар. Ол қалай? Мысалға мынандай түбірасына және синусқа байланысты функция берілетін болса, бізде түбірдің астында теріс сан болмау керек, дұрыс па? Сондықтан түбірдің астындағы өрнекті аламыз да үлкен немесе тең нөл деп қарастырамыз. Түбірдің астындағы өрнекті. Так, ары қарай синустың графигін сызамыз. Синус 0. Мына кезде 0 ғой, егер ойдан қарастырған кезде. Сонда мына екі нүктеден синус қай кезде 0-ге тең? 0 градуста және 180 градуста. И осы екеуінен үстіңгі жағы керек бізге. Бұлай керек. Сонда 0-ден бастап бұлай қарай периодты айтамыз. Сонда мына жақта x бөлінген 2, 0 қосамыз 2 пи к, и мына жағымыз пи қосамыз 2 пи к-ны. Енді x-ның астында 2-ден құтылу үшін біз екі жағында 2-ге көбейтеміз. Бұлай қарай көбейтетін болсақ 4 пи к болады. Мына жақта x қалады, мына жақта 2 пи қосамыз 4 пи к болады. Мына общий жауабы. Түсінікті ма? иә, түсінікті. Ары қарай котангенс. Біздің алдында 3-тен құтылып алайық. 3-ті ары қарай бөліп тастайық. Сонда бізде котангенс пи бөлінген 6 қосамыз x бөлінген 2 үлкен минус түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Дұрыс па? Енді котангенстің графигін ашайық. Бізде 0 мен пидің арасына орналасады. График олай кемелі минус түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. Мынауымыз бізде r котангенс минус түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. Мына жақта есептеп алайық. r котангенс минус түбірасты 3 бөлінген 3. Егер минус болған кезде бізде пи азайтамыз. r котангенс түбірасты 3 бөлінген 3 деп ала аламыз. Так, пи r котангенс түбірасты 3 бөлінген 3 неше градус? Пи бөлінген 3, 60 градус та ғой. Так, ортақ бөлім беретін болсақ, сонда 2 пи бөлінген 3. Сонда мына градустың мәні 2 пи бөлінген 3-ге тең. Енді бізге үлкен деп тұр. Үлкен деген бізде қай жақ? Қай жағы орналасады? Значит, мынадан үстіңгі жағы керек, дұрыс па? Ол үстіңгі жағы орналасады 0-ден бастап мына мәнге дейін. Ол мәніміз бізде 0 қосамыз пи к-ны, ортасын аргументін жазамыз. Пи бөлінген 6 қосамыз x бөлінген 2 кіші, мына жақтағы мәні 2 пи бөлінген 3 қосамыз пи к-ны. Так, келесі пи бөлінген 6 плюс болып тұр, онда екі жағына азайтамыз. Сонда мына жақта минус пи бөлінген 6 қосамыз пи к болып қалады. Мына жақта x бөлінген 2, ал мына жақта келесін болса 2 пи бөлінген 3 азайтамыз пи бөлінген 6. Қосамыз пи к. Так, мынаған екінің ортақ бөлім береміз. Так, 4-4-тен пиді азайтақ 3 пи бөлінген 6. 3 пен 6 қысқартатын болса, мына жақта 2 пи бөлінген 2 қосамыз пи к-ны. Так, енді x-ның алысында тұрған 2-ге көбейтетін болсақ, минус пи бөлінген 6 көбейтілген 2 қосамыз 2 пи к x. Мына жақта 2 көбейтеміз пи бөлінген 2 қосамыз 2 көбейтілген пи к-ны. Мына 2 мен 2 қысқарып кетті. Біз мына қысқартсақ 3, сонда минус пи бөлінген 3 қосамыз 2 пи к. И мына жақтағы мәні пи қосамыз 2 пи к-ны. Сонда жауап болып табылады. Түсінікті ма бәрі? иә, Ары қарай. Мына кезде не істейміз? Кімде идея бар? синус альфаның Иә, мына синус 2 альфаның формуласы. Сонда бізде синус 2х үлкен немесе тең түбірас 2 бөлінген 2. Яғни қарапайым түрге келтіріп аламыз формула арқылы, яғни бірікшелерге саламыз.
синустың мәні бізде тубырасы 2 бөлінген 2 дейді. Так, бұл бізде 45 градусы, пи бөлінген 4. Енді пи азайтамыз, пи бөлінген 4-ті. Так, потом қарайық. Үлкен жағы деп тұр. Үлкен жағы бізде үстіңгі жағы керек. Сонда адам былай қарай жауапты айтамыз, иә. Сонда аргументінде 2x, мына жақта теңі бар. Пи бөлінген 4-тен басталады. 2πk. Енді жақта пидан пи бөлінген деп азайтсақ, 3π бөлінген 4 қосамыз 2πk болады. Енді аргументтен 2-ден құтылу үшін 2-ге бөлеміз, иә. Сонда пи бөлінген 8 қосамыз 2-мен 2 қысқарып келеді. Мына жақта πk. Енді жақта 3π бөлінген 8 болады. Енді жақта 2 қысқарып πk болады. Жауап сонда пи бөлінген 8 қосамыз πk. 3π бөлінген 8 қосамыз πk болады. Түсінікті ма? Бар қарай, мынаны қалай шығарамыз? Кімде идея бар маған? Қандай формуланы береді бізге? Синус альфа плюс бета. Синус альфа плюс бета формуласын береді. Мына бізде синус пи бөлінген 6 қосамыз x кіші немесе тең 1 деген өрнекті аламыз. Так, енді мынандай момент. Синустың ең үлкен мәні қандай? Бізде синустан ең үлкен мәні бізде аралықта -1 мен 1-ның арасында мәні шығады, дұрыс па? Ең үлкен бәрі 1. Енді мынау 1-ден кіші болып тұр дейді. 1-ден кіші тең немесе кіші дейді. Значит, бұл жақта да x тиісті r деп шығарсақ болады, ары қарай шығармай-ақ. Өйткені максимальный мәні 1-ге тең, мына жақта шешімде 1-ден кіші немесе тең дейді. Яғни кез келген шешім 1-ден кіші, ал ең үлкен мәнінің өзі 1-ге тең. Сондықтан x тиісті r деп қалдырсақ болады. Ары қарай. Мынаушы. Бізде косинус екі альфа мынандай формуласы бар. Косинус квадрат альфа азайтамыз синус квадрат альфа. Мына жақта екенің орнына ауыстырып, минус жақтан сыртынан шығарып жіберейік. Сонда бізде косинус 8x болады. Екен минус нөл-бестен. Минусқа бөліп тастайтын болсақ, сонда косинус 8x кіші нөл-бестен болып қалады. Ары қарай бірікшемберге салайық. Косинус мына жақтан қараймыз 2-ден 1. Сонда бізде косинус 2-ден 1-іміз бізде пи бөлінген 6, алдамыз минус пи бөлінген 3 деген. Мынамыз минус пи бөлінген 3 болып қалады. Енді осыдан кіші жағы дейді. Кіші жағы бізде төменгі жағы, мына жағы болады. Мынадан былай қарай айналдырамыз. Енді алдынан 2π тіркеп жазамыз. 2π-ні азайтатын болсақ, 6π, 5π бөлінген 3. Сондай жауапты жазсақ, мына жақта 8x, мына жақта кіші пи бөлінген 3 қосамыз 2πk, ал мына жақта бізде 5π бөлінген 3 қосамыз 2πk. Ары қарай 8-ге бөлеміз. Пи бөлінген 24 қосамыз пк бөлінген 4. Енді жақта 8-ге бөлетін болсақ, 5π бөлінген 24 қосамыз пк бөлінген 4. Ма? Иә. Ары қарай. Мынау жаңа форманы береді. Косинус 2 альфаны береді. Косинус 2x кіші немесе тең минус тубырасы 3 бөлінген 2. Так,
мына бірлік шеңберді сызатын болсақ, бізде косинус мына жақта минус тубрасы 3 бөлінген 2-ні. Мына 2 нүкте. Мына жақта бір табу болайық. Ар косинус минус тубрасы 3 бөлінген 2. Косинуста минус болғанда пидан азайтып жазамыз. Пи азайтылған ар косинус тубрасы 3 бөлінген 2. Так, пи анауымыз бізде 30 градус пи бөлінген 6. Мына 5 пи бөлінген 6-ға тең. Мынауымыз 5 пи бөлінген 6, мынау минус 5 пи бөлінген 6. Кіші деп тұр. Кіші деген мына жақ былай. Сонда мынаның алдында 2 пи тіркейміз. Сонда ортақ бөлім берсек, 6-тан берсек 12 пи, 12 пиден 5 пи азайтсақ 7 пи бөлінген 6 болады. Сонда жауап сағат теңге қарсы былай айтамыз. Ортасында 2x аргументі бар. Мына жақта теңдеу бар екен. Так, 5 пи бөлінген 6 қосамыз 2 пи-ка. Мынауымыз 7 пи бөлінген 6 қосамыз 2 пи-ка. Ары қарай алдына тұрған 2 бөліп жазсақ, 5 пи бөлінген 12, алдына 2 пи-каның алдына 2 қысқарып кетеді. Сонда пи-ка ғана қалады. X енді жақта 7 қысқармайды, сондықтан астына 2 6-ға өтеді. 12 қосамыз 2 пи-ка 2 қысқарады, сонда пи-ка болады. Бұл бізде жауап болып табылады. Ары қарай мынандай моменттерде Белгілеу енгіземіз. синус x-ті т деп аламыз. Сонда 2t квадрат азайтылған 7t қосылған 3 үлкен нөлден. Ары қарай дискриминантқа саламыз. 49 азайтылған 2 көбейту 3 көбейтілген 4, 6, 24, 25, сонда т тең болады 7 плюс минус 5 бөлінген 2 көбейту 2. Қоссақ 12, 12-ні 4-ке бөлсек 3 азайтамыз. 2, 2-мен қысарып кетеді, сонда 2-ден 1 ғана қалады. Енді бұны бірден апарып синустың орнына қоймаймыз. Енді біз бұл кезде аралыққа салып теңсіздікті шығарып аламыз. Мынауымыз 2-ден 1, мынауымыз 3. Мына квадрат теңсіздік шығарып аламыз. Так, қарасақ x квадраттың т квадраттың алдындағы таңбасы плюс, значит, мына 2 жағы плюс болады, ортасы минус болады бізде. Так, бізге керек үлкен жағы керек. Үлкен жағы деген мына 2 жағы. Так, мынандай болып тұр енді. Мынау 2-ден 1-ден кіші жағы дұрыс па? Синус x кіші болады 2-ден 1-ден. Үлкен 2-ден 1-ден төмен жағы керек. Потом екіншісі синус x мына жақ 3-тен үлкен жағы емес па? Оң жақ 3-тен үлкен. Сонда синус x 3-тен үлкен болды. Синус x 3-тен бола алмайды, сондықтан мына жақта бос жиын. Енді мына теңсіздік шығарамыз. Синус x 2-ден 1-ден кіші деген теңсіздікті ғана шығарамыз. Так, бірлік шеңберде синус 2-ден 1, мына жер 2-ден 1. Так, бұл қанша градус? Пи бөлінген 6. Мынауымыз пи азайтамыз, пи бөлінген 6-ны. Так, кіші астыңғы жағы керек. Значит, алдына минус қоямыз. Сонда минус пи ана екені азайтасымыз, минус 7 пи бөлінген 6, қосамыз 2 пи к-ны. Енді яқта пи бөлінген 6 ғайын. Мынау осында офис жауабы. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Мына кезде косинус 2x аша екен. Ол бізде мынандай формасы бар, тек қана косинусқа байланысты. 2 косинус квадрат 2x квадрат x азайту 1 деген формасы бар еді ғой. Жақшан ашсақ 6 косинус квадрат x азайтылған 3, қосамыз 2, 3 қаяқтан жүр. 2 косинус x үлкен емес тең 5-тен. Ары қарай ақшамдайық. 6 косинус квадрат x қосылған 2 косинус x 5-ті былай аргізіп минус, сонда минус 8 үлкен емес тең 0-ден. И барлығын 2-ке бөліп тастайық. Сонда бізде 3 косинус квадрат x қосылған косинус x минус 4 үлкен емес тең 0-ден шығады. Енді жаңа айналып енгіземіз. Косинус x-ті т деп алайық. Сонда 3 косинус т квадрат қосамыз т минус 4 тең болады. Үлкен немесе тең 0-ден. Так, коэффициенттерін алсақ,
косинусы нөлге тең, значит t біріміз 1-ге тең. Ал t2-міз c бөлінген аға минус 4 бөлінген 3-ге тең болады. Ары қарай аралыққа салайық. Так, минус 3-тен 4 немесе теңі бар нүктеміз боялады. Енді аяқ 1-ге тең. Так, x квадратын алдын қарайық. Плюс қой. Значит, мына аяғымыз плюс ортасы минус. Бізге керек үлкен аралы керек. Мына 2 жағы керек. Так, енді мынандай момент. Мына жақ айттым және кіші жағы дедім, косинус x кіші минус 3-тен 4-тен. Минус 3-тен 4-тен кіші болады ма косинус x? Жоқ, бош жей. Жоқ. Ал келесі момент. Косинус x мынау 1-ден үлкен жағы, 1-ден үлкен немесе тең 1-ден. Енді косинус x 1-ден үлкен бола алмайды ғой. Бірақ бұл момент бар. Косинус x тең 1 деген момент бар. Косинус x қай кезде 1-ге тең? 0-ге арасы 1-ге тең, сонда x тең болады. Сонда жауап бір ғана нүктеде шешім бар. Енді бір ғана нүктеде период. Аралықта емес, бір нүктесінде ғана шешім болады. Түсінікті ма? Иә. Иә. Мына кезде бүйтіп жерсек болады. Косинус x-ті t деп алсақ болады. Сонда 3 азайтылған 4t квадрат кіші 0-ден болады. Арғай теңдеу 0-ге тең есіп шығарсақ. Сонда t тең болады. t квадрат тең болады 4-тен 3-ге. Сонда t тең болады. Плюс минус t бұрасы 3 бөлінген 2 болады. Аралыққа салайық. Мына жағымыз минус t бұрасы 3 бөлінген 2. Енді аяғымыз t бұрасы 3 бөлінген 2. Теңі жоқ, ашық нүктелер барлығы. Так, t квадратын алды. Минус, плюс, минус. Бізге керек кіші аралыға. Мына екеуінің арасы керек. Так, екеуінің арасы болғанда андай моментін шығарамыз. Қарандар. Косинус или ана мен Так, бұлай айнымалы еңгіз шығарсақ та болады. Косинус сонда бізде минус t бұрасы 3-тен үлкен жағы керек, Косинус x үлкен болу керек. Минус t бұрасы 3 бөлінген 2-ден. Екінші момент. Косинус x кіші t бұрасы 3 бөлінген 2 деген момент. Екеуінің ортасы болып тұрғандықтан біз екеуін жүйеге шығарамыз дейміз. Жүйеге шығарамыз. Енді бұлай жүйеге шығарса қиындау. Бізде дәреженің төмендету формасы бар еді ғой. Косинус квадрат x дәреженің төмендету бойынша қандай болады? Косинус 2x қосылған 1 бөлінген 2 деген формасы бар емес па? Сол формаға аяқты саламыз. Сонда 3 азайтылып 4 көбейтілген косинус квадраттың орнына мынаны әкеп қоямыз. Сонда косинус 2x қосылған 1 бөлінген 2. Мынамен ауыстырып кетеді, мына жақта 2 қалады, кіші 0 болады. Ары қарай 3 азайтамыз 2 косинус 2x 2 көбейтесін болсақ минус 2 кіші 0 болады. Сонда мына жақта 1 азайтылған 2 косинус 2x кіші 0 деген андай қарапайым теңдеуге түседі. Ары қарай амалдарды орындасақ, косинус 2x бірді былай қарасақ минус болып барады, минус 2-ге бөлетін тамамы өзгереді, 2-ден 1 болады. Сонда мынаны бірлік шеңберге сызсақ жеткілікті. Так, косинус x бойынша 2-ден 1. Арк косинус 2-ден 1 бізде пи бөлінген 3-ге тең, мына жақта минус пи бөлінген 3-ге тең. Үлкен жайды тұр. Үлкен десе былай орналасады. Сонда 2x-іміз бізде минус пи бөлінген 3 қосамыз 2 пи-к. Ал аяқ пи бөлінген 3 қосамыз 2 пи-к. 2-ге бөлеміз. Пи бөлінген 3-ті 2-ге бөлсек, пи бөлінген 6 қосамыз пи-к болып болады. Ал мына жақты 2-ге бөлетін болсақ, минус пи бөлінген 6 қосамыз пи-к. Түсінікті ма? Бұлайна сразу айнымалы еңгізсеңдер жүйеге тоқталып қаламыз. Жүйеге тоқталу бізде сағына моментті сәбір. Не ашып кетеді. Не ашылмай бізге алдына біресі форманы қолданатын болсақ, косинус квадрат дәрежені төмендетуді соны қойып жіберетін болсақ, қарапайым теңдеу түрінде ғана шыға салады. Түсінікті? Аха. Ары қарай. Мына кезде де дәрежені төмендету формасын қолданамыз. Бізде қандай косинус квадрат x дәрежені төмендету формасы қандай? Бір азайтамыз, косинус 2x бөлінген 2 деген форма емес па?
соңғы орынға қоямыз. Сонда бір азайтамыз. Косинус 2x бөлінген 2 үлкен 4-тен 1-ден. 2-ні пропорция жасап былай көбейтеміз. Сонда косинус 2x үлкен 2-ден 1. И 1-ді былай қарай жібереміз. Минус косинус 2x үлкен минус болып келеді. Сонда минус 2-ден 1. И минусқа бөліп жасақ косинус 2x кіші 2-ден 1 деген мынандай теңсіздікті ғана шығарсақ жеткілікті болып қалады. Арған теңсіздікті шығарып жатырмыз алдында қарай. Так, ары қарай. Енді жүйеге тоқталып кетейік. Бізде қарапайым жүйелер беріледі. Андай күрделі жүйелер бермейді. Так, қазір бізде ширектермен анықтауға көрсететін моменттер көрсетеді. Синус x үлкен 0. Синус қай ширектері плюс аралықта береді? Бірінші және екінші ширекте емес па? Дұрыс па? Біріншісінің аралығы мынау. Яғни 0 боласын қай кез? 0 градус және π градус. Потом x 0 үлкен. Бірінші және төртінші ширектері. Косинус мына кезде 0-ге үлкен. 0 қай кез? Ол π бөлінген 2 және минус π бөлінген 2. Екеуінде қиылысқан аралығы қай жер? Мына жер болып тұр, мына аралықта бірінші ширекте алып тұр ғой. Сонда екеуінде қиылысқан аралығы 0 қосаңыз міндетті түрде период 2 пика, өйткені 4 ширектің біреуде ғана боялып тұр. Сондықтан 2 пика. Ең яқта π бөлінген 2 қосамыз 2 пика болады. Сонда 0 жазбай қойсақ болады. Сонда 2 пикадан π бөлінген 2 қосамыз 2 пиканың арасында шығады бізде жауабымыз. Түсінікті ма бұл? Иә. Ары қарай. Так, синус 2-ден 1 және косинус 2-ден 1-ден үлкен. Так, бірінші. Так, синус 2-ден 1 қанша градус? 30 градус және π бөлінген 6. Ал мына жақ π азайтылған, π бөлінген 6, иә? π-дан π бөлінген 6-ны азайтатын болсақ, 5π бөлінген 6 емес па? Сонда осыдан үлкен жағы. Үлкен деген үстіңгі жағы емес па? Вот мына жақта. Так, келесі. Косинус x 2-ден 1. Косинус x 2-ден 1 деген сөз. Косинус қай кезде 2-ден 1-ге тең? 60 градус. 60 градус дегеніміз π бөлінген 3. Вот былай. Мына нүктеміз бізде. Мына екі нүкте бой алады. Қатты өткен теңі бар. Ал мына нүктелер жай нүкте болып табылады. Мынауымыз π бөлінген 3, ал мынауымыз минус π бөлінген 3. Одан үлкен жағы тұр. Үлкен жағы былай. Мына екеуі де жағы. Енді екеуінде қиылысқан жері қай жер бізде? π бөлінген 6-тан π бөлінген 3-ге дейін. π бөлінген 6-та тігі жақша период міндетті түрде 2 пика, өйткені 4 ширектің біреуінде ғана қиылысы бар. π бөлінген 3 қосамыз 2 пика. π бөлінген 3-те жай жақша болады. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай. Так, тангенс x 0-нен үлкен. Тангенс қай ширектері 0-нен үлкен? 1 мен 3-те ғой. 2 мен 3. Ой, 1 мен 3. 1 мен 3-те ғой. 1 мен 3-ні ширек былай кетті. Тангенс 0-нен үлкен. Потом синус x 0-нен үлкен. Синус қай кезде 0-нен үлкен? 1 мен 2-де, иә? Иә. Екеуінің қиылысқан жері, мынауымыз 90 градус π бөлінген 2, мынау 0 градус. Бірінші ширекте 0 қосамыз міндетті түрде период 2 пика, өйткені бізде 4 ширектің бірақ ширегінде ғана қиылыс бар. Сондықтан 2 пика. Мынақта π бөлінген 2 қосамыз 2 пика. Так, 0-ді алып тастасақ болады. Сонда 2 пика мен π бөлінген 2 қосылған 2 пиканың арасы. Түсінікті ма? Аха. Сұрақтар бар ма? Жоқ ағай. Жоқ. Сұрақтар жоқ болса шыға берсіңдер болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар.